Жарапазан тұрмыстық салт жырларына жатқызылады. Бұл бізде ертеден орындалып келе жатқан біздің жоғарғы мәдениетіміз. Бұл ораза айы келгенден бастап таң ата сәресі уақытында үй-үйді аралап жүріп орындайтын болған. Жас балалар үй-үйді аралап орындаған кезде сол елдің белді-белді билерінің үйіне, байларының үйіне, ажаларының үйіне тоқтап, сол жерде өзінің өлең жырларын айтады. Бұл жарапазан жыры өзі 3 бағытқа бөлінеді. Біріншісі сол үйдің егесін мақтау, немесе сол елді мақтау, әулеттің мықты тектілерін кішкене тілге тиек ету. Екінші діни насихаттарды жүргізген. Үшінші сол жарапазанның батасын берген. Сол заманнан бері біздегі шешендік, ақындық өнердеген кішкене балалардың бойынан бастап қалыптасқан. Сөзді ұғуы, түсінуі, біреуге жеткізуі деген біздің халықтың бойындағы сондай бір тектілігін осы кішкентай балалардың бойынан бастап көре бастады. Жас балалар келді де өздері суырып салма қасиеттерін қоса отырып, алдындағы жырлап жүрген жырменен қоса дінді насихаттаса, үйдің егесі суырып салып ата беріп отырған. Яғни бұл бір қазақтың биік болмысынан еді. Рамазан айында жарапазан айтып келген балаларды ешқандай ауыл құрғыл қайтармаған. Егер құрғыл қайтаратын болса, ол ауыл ұятқа қалатын болған. Ахмет Байтұрсыновтың бір зерттемелерінде келеді. Бізде қазақта Рамазанның жарапазанын айтатын хабаршыларда жас болмайды. Үлкен азаматтарда болуы мүмкін, келіп жарапазан айта береді дейді. Және Ахмет Байтұрсыновтың бір еңбегінде келеді, жарапазан айтып келгендердің ішінде үлкен азамат жігіттер келетін болса, соның ішінде жас баласы болатын болса, ол жас баланы төрге шығаратын дейді. Жаңағылардан да жоғары шығарып кетеді. Өйткені бұл жас бала періште ғой. Біздің қазақтың түсінігінде Рамазан келген кезде сәресінің уақытында аспаннан көктен періштелер түседі. Олар Алла құлдарының боянып, осы сәресі ішуіне тілектес болады, сәресі ішіп жатқанда дұғада болады деген сенімде болған. Осы сенім арқылы сол топтың ішінде қай бала жас, сол баланы жоғарыға шығарған деген бір мәліметтер бар.